everyone, how are you today? Let's continue our lesson. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біздер бүгін 4-ші модульдің 4-ші сабағына келдік. Яғни біздер бүгінгі тақырып what's your job? Сенің мамандығың қандай деген сұраққа жауап береміз. Яғни бүгінгі сабақта біздер сұраулы сөздермен question words, special questions жасап үйренеміз, арнайы сұрақтар. Және де тәуелді есімдіктерін қайталап, зат есімге іліксептігін жалғауды үйренетін боламыз. Өткен сабағымызда қайталап өтейік. As usual, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Біздер осындай сандармен таныстық, және ordinal numbers, реттік сан есімдердің жасалу жолдарын танысқан болатынбыз. Бұл жерде енді ең басты жаттайтын нәрсе, мән беретін бірінші, екінші, үшінші, first, second, third, қалғандарының барлығына th қосамыз, fourth, fifth. Және де өзгеріске ұшырайтын жерлер бар, оның бәрін мұқият қарадыңыздар деген ойдамын. Келесі бізде seasons, жыл мезгілдерімен танысқан болатынбыз. Көктем, spring, summer, autumn, winter. Және де 12 айдың атымен таныстық. Олар бізде January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Енді бүгін біздер сұраулы сөздермен танысамыз. Яғни сұрақтар жасау үшін біздер сұрау есімдіктерін қолданамыз. Мысалы, не деген сөзбен біз таныспыз? What is your name деген сөздерде қолданып жүрміз. Кім деген сөз? Who. Қашан? When. Қайда? Where. Қайдансың деген кезде from қосамыз. Where are you from? Мысалы, where from. Қалай? How. Қалың қалай? Таныс бұлда. Жасын сұраған кезде how old деген сөз қосамыз. Және кімдікі? Whose деген сұрақ. Жалпы бұлардың көбі бізге таныс. Тағы да бір қайталап өтейік. What, who, when, where from, how old, whose. Және өткен тақырыптарда біздер есімдіктерді қарастырған болатынбыз. Меншіктеу есімдіктері қазақ тіліндегі және тәуелді есімдіктері, яғни меншіктеу менің, сенің, оның деп. Бұлардың мысалдарын бәрін қарадық. Мысалы, sister, my sister, brother, his brother, оның інісі. Mother, your mother, father, your father, my sister is 9. Айналамыздағы семьямыздың, мысалы, отбасымыздың мүшелерін таныстыру үшін біздер осы менің, сенің, оның деген тәуелді есімдіктерін қолданамыз. Мысалы, менің сіңлім 9-да болса, my sister is 9. Оның досы Америкадан, his friend is from America деген сияқты қолдана береміз. Енді біз бүгінгі сабағымызда possessive case-пен танысамыз. Possessive case зат есімнің ілік-септігі жалғауы. Ілік-септік жалғауы ол кімнің, ненің деген сұраққа жауап береді. Мысалы, сәуленің, мысалы, кітабы деген сияқты. Кімнің, ненің, сәуленің. Соны ағылшын тілінде де қалай жалғау керектігін түсіндіріп өтейін. Мысалы, жекеше формадағы зат есімдерге қалай жалғанады? Мысалы, жекеше формада boy деген, бала деген сөз. Біз баланы кітабы деп айту үшін осы баладан кейін мынандай апостроф қоямыз. Апостроф жоғары жағында мынандай үтір сияқты. Содан кейін барып s жалғауын жалғаймыз. Сонда баланың кітабы мысалы деген сөз шығады. Мысалы, мына жерде апамның қаламы, sister's pen. Немесе адамның аттарына жалғаймыз дәл солай. Мэридің апасы, Mary's sister. Немесе әкемнің қалпағы, father's hat. Немесе Аминаның карандашы, Amina's pencil. Дәл осылай көпше формадағы заттарға да айтсақ болады. Мысалы, балалардың кітаптары деп айту үшін біз мына жерде жеке баладан кейін апостроф қойған болсақ, енді s жалғауын жалғап аламыз. Бірінші boys деп, балалардың деп айту үшін апостроф s-тен кейін қоямыз. Сонда балалардың кітаптары, boys books. Және де мына жердегі зат есім жалғанып тұрған жеке зат болуы да мүмкін, немесе ол көпшеде зат болуы мүмкін. Мысалы, балалардың кітаптары, егер көп кітаптар болса. Мына жерде teachers bags, мұғалімдердің сөмкелері, girls pens, қыздардың қаламдары, brothers bicycles, ағаларымның, мысалы, велосипедтері деген сияқты. Және де өшеде бір құттай мән беретін нәрсе бар. Ол some irregular plural nouns, бірнеше бұрыс көпше түрдегі зат есімдер, яғни бұрыс деген қалай? Мындай s жалғау жалғамайтынын біз білеміз. Мысалы, child бала, балалар children. Енді осы балалардың кітаптары деп айту үшін children,
childrenнен кейін барып апостроф, сосын барып s қоямыз. Children's book болады сонда. Себебі біз көпше формада оны children деп қолданамыз, мынандай қылып s жалғай алмаймыз. Сонда children's toys, немесе әйелдер дегенде дәл сондай болады, түбіріндегі е өзгереді. Біз оған бүйтіп сразу s жалғай алмаймыз, сондықтан women, әйелдер деген көпше бағананы білдіріп тұр өзі итакты. Сол үшін апостроф, содан кейін s жалғауын жалғаймыз. Сонда әйелдердің балалары women's kids болады. Енді арнайы сұрақтар жасауға көшейік. Арнайы сұрақтар жасауды жалпы біз таныспыз, білеміз. Бірінші арнайы сұраулы сөздерді қоямыз, сөйлемде орналасу тәртібі бойынша. Одан кейін to be етістігі және одан кейін бастауыш жүреді. Мысалы, how are you? Немесе what is your name? Немесе what is your name деп айтуға болады. Where are they? Олар қайда? Мына бастауышқа байланысты мына to be етістігі өзгереді. Оны білесіздер. Мысалы, сенің атың кім деп сұрау үшін, немесе оның аты кім деп сұрау үшін, міне what's тұрады басында, what is деп жаздым. Түсінікті болу үшін what is сенің атың кім болса, what is your name болады. Және сен деп сұрап тұрғасын, біз оған менің деп жауап береміз. My name is Mary деп жауап береміз. Егер де мына баланың атын сұрайтын болсақ, your деген өзгеріп, оның деп айтамыз, his болады, ұл бала болғандықтан. What is his name болады. His name is Mike болады. Егер қыздың атын сұрайтын болсақ, мына жер her болып өзгереді, оның деген. What is her name? Her name is Kate болады. Егер көпше формада олардың аттарын сұрайтын болсақ, мына жер they болып өзгереді. Сонда what are болады уже көпше болғандықтан, are their names болады. Олардың аттары кімдер? Олардың аттары their names are John and Sarah. Сара мен Джон дейді. Жасын сұрау үшін мысалы, how old'тан бастаймыз. How old are you? Сенің жасың нешеде? Менің жасым 6-да. I'm 6 деп жауап береміз. Бұны білеміз. Енді айналамыздағы адамдарды таныстыру үшін how old is he деп жауап береміз. Ұл баланы сұрасақ, жауап бергенде дәл осы he мен жауап береміз. He is 11. Немесе қыздардың жасын сұрайтын болса, how old is she деп сұраймыз. Жауап бергенде she is 15. Көпше формадағы олардың жастарын сұрайтын болсақ, how old, мына жер they болғандықтан, they-ден кейін to be a келеді. Сонда how old are they болады. Оған жауап береміз, they are 18 деп. Енді міне біздің бүгінгі тақырыбымыздағы сұрағымыз what's your job? Сенің мамандығың қандай? Біз мамандық түрлерімен таныспыз. Енді тек кім мамандығы екенімізді айта қоямыз. Мысалы, what is your job? I'm a teacher деп жауап береміз. I'm a policeman. I'm a nurse. I'm a fireman деп жауап береміз. Және де осы to be-ге қатысты арнайы сұрақ. Біздер жалпы бұл сұрақтармен таныспыз. What's your favorite fruit? Сенің сүйікті жемісің қандай екенін сұрап білеміз. My favorite fruit is orange. Немесе сүйікті көкөнісің қандай? What's your favorite vegetable? Менің сүйікті көкөнісім, мысалы, my favorite vegetable is tomato, помидор. Енді қараңыздар мына жерде қазір қандай ай екенін сұрау үшін what month is it now? Қазір қандай ай? Мысалы, егер қазір қыркүйек болса, it's September. Егер басқа ай болса, басқа айдың атын қоюға айта береміз. Немесе жыл мезгілін сұрасақ, what season is it now? Қазір қандай жыл мезгілі? It's autumn. Қазір күз мысалға. Немесе көктем, жаз деп әртүрлі мына жыл мезгілін ауыстырып қоя береміз. Немесе when is your birthday? Сен туған күнің қашан? It's in June. Тек қана айын айтатын болсақ, алдына in артиклін қойып, айдың атын айта береміз. In June, in May деген сияқты. Құрметті оқушылар, осы арнайы сұрақтарға қатысты, to be етістігінің арнайы сұрағына қатысты біздің сабағымыз осымен аяқталды қысқаша. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Мына жерде fill in the gaps with the verb to be. To be етістігін қоямыз. To be етістігін өзгертіп, мына жерде сөйлемдер құрастырып жазамыз. Мысалы, this is my father. Мына жерде is қойдық. His name is Omar. Is қойдық, оның аты Омар. He is a doctor. Ол дәрігер. Мен дәл сол сияқты мына адамды таныстырамыз. This, мысалы, is my mother. Менің анам. Your name, мына жерге не қоямыз? Is, мысалы, Айгүл деп. She is a teacher. Деп тапсырмаларды орындаймыз. Ары қарай, мынау ағасы туралы, одан кейін әпкесі туралы таныстырып жатыр. Соған қатысты to be етістігін қоясыздар. Келесі choose the correct word. Мына жерде жаңағы possessive case'ке берілген accept'тің жалғауына my sister бола ма, my sister's friend бола ма? Соны ажыратасыздар. Мысалы, мына жерде менің апамның досы, мұғалім деп айтқысы келіп тұр.
Сонда my sister емес, sisters болады, апостроф қоямыз, иә. Мына жерде ізі, мысалы, қайсысы дұрыс мына жерде? Біз көше формадағыға қою үшін бірінші s жалғауын жалғап аламыз, одан кейін барып апостроф қоямыз дедік та. Сонда мына жауап дұрыс болады. Toys, балалардың ойыншықтары көк және сары, мысалы. Сол сияқты осы қалған 3 тапсырманы да мұқият орындаңыздар. Және де Task 3, read the text and answer. Сұрақ, мына жерде текст берілген, осы текстті оқимыз және сөйлемдерді оқимыз. Сөйлемдерді егер текстпен сәйкес келсе, yes деп жауап береміз, сәйкес келмесе no деп жауап береміз. Мына жерде жаңа сөздер бар. Жаңа сөздер big, үлкен, small, кішкентай, сын есімдер, town, қала, clever, ақылды. Енді текстті бір оқып берейін. My family, менің отбасым. This is my family, бұл менің отбасым. My name is Sam, менің атым Sam. I'm 80 years old, менің жасым 8-де. My father is a doctor, менің әкем дәрігер. And my mother is a teacher, менің анам мұғалім. My sister is 10 years old, менің апам жасы 10-да. Her name is Lisa, оның аты Лиза. We are pupils, біздер оқушылармыз. Our house is big and yellow, біздің үйіміз үлкен және сары дейді. It is in a small town, ол кішкентай қалада орналасқан. Our dog is brown, біздің итіміз қоңыр. Its name is Buddy, оның аты Buddy. Buddy is my friend, Buddy менің досым. It's clever dog, ол ақылды ит. We are happy family, біз бақытты отбасымыз дейді. Міне сөйлемдерді оқимыз. Мысалы, Sam is 11 дейді. Sam жасы 11-де ме? Жоқ, оның жасы 8-де, сондықтан no дейміз. His father is not a doctor, оның әкесі дәрігер емес дейді. My father is a doctor, жоқ, оның әкесі дәрігер, сондықтан мына жерде no деп жазамыз. Сөйтіп қалған сөйлемдерді оқып, қасына жауаптарын жазасыздар. Және 4-ші тапсырма, write a topic about your family, my family. Өздерің осы текстке қарап, алдыңғы мына текстке қарап, өздеріңіздің отбасыларыңыз туралы шағын әңгіме құрастырасыздар. Осымен сабақ аяқталды. Видео сабақтың астында тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. The lesson is over. See you next lesson. Goodbye.